Саламатсыздар ма, құрметті менің подписчиктерім, достарым. Бүгінгі видеода өте қызықты тема болады. Таратушы қорап жайлы. Орысша оны распределительная коробка деп атайды. Әрбір үйде болады ол. Оны түсіндіру үшін қалай жиналатынын көрсетемін қазір. Мысалы ретінде стенд жинадым. Міне осындай макет жинадым. Макетім менде распределительный коробка, таратушы қораптан тұрады. Шам, выключатель, шамды қосып сөндіруге арналған, және розетка. Көріп отырсаңыздар. Міне схемасы көрсетілген. Міне дөңгелек круг. Бұл таратушы қорап. Міне мынау. Міне шам схемада көрсетілген. Выключатель схемада міне тұр. Және розетка схемада міне тұр. Осы келетін сымдар әрқайсысына выключательға, шамға, розетка, таратушы қорапта жиналған. Көріп отырсаңыздар, қосылған бір-бірімен. Және схемада көрсетілген 220 вольт деген тұрғанымыз LN питающий кабель, қоректендіруші кабель. Ол міне бізде. Көріп отырсаңыздар, міне кіріп отыр. Питающий кабельдің кірген, көріп отырсаңыздар. Осы таратушы қорапқа кіріп тұр. Енді схемасын түсіндірем қалай жиналған. Схема бойынша бізде таратушы қорапта 3 түйін бар. Бірінші, екінші, үшінші. Міне таратушы қорапта бізде 3 түйін. 1, 2, 3. Міне 3. Бірінші түйінге қарап отырсаңыздар, міне бірінші түйін фазный түйін. Питающий кабельдің фазасы қосылған міне. Екіншісі розетканың фазасы қосылған міне. Үшіншісі выключательға қосылған міне. Қазір бұны көрсетен, міне түйін ол. Міне қоректендіруші кабельдің түйіні сымы міне, қоңыр сым. Ақ сым выключательға баратын сым. Үшіншісі қызыл сым розеткаға баратын сым. Міне. Екінші түйінді көреміз. Екінші түйін міне N. Қоректендіруші кабельдің түйіні міне. Питающий кабельдің түйіні. Екінші сым шамға баратын сым схема бойынша. Үшінші сым розеткаға баратын сым. Екінші сымы розетканың. Міне ол міне екінші түйін. Міне питающий кабельдің сымы осы түйінге қосылған. Міне. Міне розеткаға баратын сым. Розеткаға деппін ғой. Шамға баратын сым. Және розеткаға баратын сым көк сым міне. Екінші сым. Міне кіріп отыр. Үшінші түйін. Міне. Шамға баратын сым. Және выключательға баратын сым. Ол түйін міне. Үшінші түйін. Бір сымы көкі. Шамға барады, қосылады. Екіншісі ағы выключательға барады. Үшінші түйін міне. Үш түйін болып шықты. Енді жұмыс істеу принципін қарастырамыз. Выключательді қосқанда фаза выключатель арқылы шамға барады. Сонда шам қосылады. Ал розетка міне мынау. Питающий кабельға параллель қосылған. Ол выключательға байланысты емес. Ол істей береді, жұмыс істей береді. Қазір көрсетемін. Қосамыз, свет қосылады. Сөндіреміз, сөнеді. Дәл солай выключательді басқанда мына екеуі қосылады. Сосын шам жанады. Тағы да көрсетемін. Ал розеткада қазір 220 вольт бар.
Выключатель тексеріп жатыр. Міне 200 бар. 230 вольт дейді. 234 вольт. Яғни розетка жұмыс істейді. Енді не түйдік біз? Үйдегі барлық выключательдің, розетканың, сымдарының екінші жағы таратушы қорапта жиналады. Қазіргі үйлерде. Барлық үйлерде осылай жиналады. Енді сіздер егер бір выключатель, шам және розетканы бір-бірімен қоса аласыздар. Ұнаса лайк басыңыздар, қосылыңыздар. Әлі көп қызық видеолар болады. Рахмет сіздерге.